Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді тауық етінен жасалынатын көрнектер әзірлейтін боламыз. Көрнектер тойымда әрі жегенге өте ыңғайлы болады, әсіресе балдары бар үйде жасаған өте жақсы. Алдымен ыдысымызға айранымызды құйып, үстінен содамызды саламыз. Менде қолдың айран, сол себепті осындай өзі көпіршіктер шығып газ етілетін болады. Енді үстінен жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымыздың жартысын ғана салатын боламыз. Жақсылап араластырып, үстінен ерітілген сары майымызды саламыз. Ұн мен майымызды жақсылап араластырып, үстінен қалған ұнымызды ақырындап аз-аздан салатын боламыз. Осы жерде ұнды бірден салып жібермеңіздер, аз-аздан салып, жұмсақтау, қатты емес, орташа тығыздықтағы қамыр елеп, бетін осылай пакетпен жауып, салмасын дайындап болғанша қамырымызды тындырып қоямыз. Енді салмасы үшін картопымызды осылай дәл видеодағыдай етіп, майда етіп турап алатын боламыз. Барлық картоптарымызды осылай майда етіп турап алғаннан кейін бір ыдысымызға салып, осылай етімізді дайындайтын боламыз. Менде ет тауықтың еті, қалауыңызша фарш, кез келген сиырдың немесе қойдың фаршын, жылқының фаршын алып жасауға болады. Мен бүгін осындай тауықтың етінен жасайтын боламын. Барлығын дәл видеодағыдай етіп турап, ыдысымызға картопымыздың үстінен тастап дайындап қоямыз. Енді пиязымызды дәл видеодағыдай етіп, майда етіп турап алатын боламыз. Құрметті менің көрермендерім, барлық қажетті заттарды описание бөлімінде де қалдырып қоямын. Сол жерден де көрсеңіздер болады. Пиязымызды осылай турап алғаннан кейін, етіміздің үстінен тастап, үстіне дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Осы уақыт арасында біздің қамырымыз да тынып дайын болып тұрды. Пакетін алып тастап, осылай қамырымызды екіге бөліп алатын боламыз. Теңдей етіп екіге бөліп, мен осылай шамамен бөле салдым. Қамырды осылай шамалы елеп жеріп, пакетпен бетін жауып, екіншісін қойып, біріншісін алып, осылай жаятын боламыз. Дәл видеода етіп, жұқалау етіп, жайып алатын боламыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес болу керек, орташа болып жайылу керек. Мен осындай дөңгелек кескішпен кесіп шықтым. Барлығын егер сізде кескіш болмаса, кез келген стаканда немесе осындай дөңгелек бір кесуге ыңғайлы затты қолдансаңыз болады. Барлығын осылай кесіп алғаннан кейін артық қамырларымызды алып тастап, пакетке салып қоятын боламыз. Ал енді салмасын салатын боламыз. Салмасының үстінен мен осындай шамалы ғана сары май салдым. Майлырақ болсын деп, сары майдан салып жібердім. Осылай шамалы ғана үлкейтіп жеріп, жақсылап бекітіп шығыңыздар. Міндетті түрде жақсылап бекітіп шығып, содан кейін барып қана осылай өріп шығатын боламыз. Барлығын видеода сіздерге түсінікті болсын деп бірнеше рет қайталап көрсеттім. Сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазып сұрай берсеңіздер болады. Достар, егер видео рецепт ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Және де менің каналымнан басқа да қызықты рецепттерді таба аласыздар. Каналға өтіп, басқа да видеоларымды көрсеңіздер болады. Осылай барлығын әдемелеп, біркелкі етіп түйіп аламыз. Мен осылай шамалы үлкейтіп жердім, ішіне салмасы көбірек кетсін деп. Видео сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Осылай әдейі сіздерге түсінікті болсын деп бірнеше рет қайталап көрсеттім. Барлығын осылай әдемелеп түйіп шығатын боламыз. Барлығын осылай түйіп алғаннан кейін, пергамент қағаз төселген противніңізға салып, үстінен жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған пеште 30-35 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің көрнектеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Сырты шамалы қытырлақ, іші жұмсақ болатын осындай көрнектерді балдарыңызға жасап берсеңіздер, кәдімгі етті бәлішке қарағанда салмасы шашылмай жеуге өте ыңғайлы болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.